Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, тікелей эфирде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Бақтияр Хамид. Баршамыздың күнделікті өмірде еститін бір сөзіміз бар. Ол баспасөз беттерінде жазылып, радио мен телеарналарда сан мәрте айтылады. Ол Қазгидромет сөзі. Осы орайда хабарымыздың бүгінгі санында күн райына қатысты бар мәліметті жалпақ жұртқа жаятын мекеменің жұмысы жайында әңгіме өрбітеміз. Студия қонағы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігіне қарасты Қазгидромет республикалық қазыналық кәсіпорны бас директорының орынбасары Серік Сайыров. Серік Бияхметұлы, студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық, құрметті. Қадірменді телекөрермен қауым, естеріңізге саламыз. Бүгінгі тақырыбымызға қатысты қояр сауалдарыңыз болса, экрандарыңыздағы біздің ғаламтордағы мекен-жайға жолдай аласыздар. Енді Серік Бияхметұлы, Қазгидромет жаңағыдай айтып өткендей, көп айтылатын, көп жаңағы жұрттың еститін сөзі ғой, күнделікті телеарнадан болсын. Енді осы орайда көпшілік ойлауы мүмкін, сіздер тек ауа райын болжаумен ғана айналысады деп. Бірақ менің білуімше олай емес. Сіз дұрыс ойлайсыз. Біздің кәсіпорын тек қана ауа райын болжаумен қатар еліміздегі су ресурстарының мониторинг жүргізеді, сонымен қатар экологиялық мониторинг жүргізеді. Су ресурстары бойынша біздің елімізде 298 гидробекет бар. Экологиялық мониторинг бойынша 114 экологиялық пост жұмыс жасайды бүкіл біздің Қазақстан аумағында. Жалпы осы сіздердің мекеме қай уақыттан бері жұмыс істеп келеді елімізде дейікші? Енді ол тарихқа экскурс жасайтын болсақ, ең алғашқы метеорологиялық бақылаулар біздің еліміздің аумағында 1848 жылы Қазалы қаласында басталған. Ал мемлекеттік қызмет ретінде ол біздің кеңес дәуірінде 1922 жылы гидрометеорологиялық бюро ретінде құрылған. Содан 1930 жылы Қазақстан автономиялық социалистік республикасында гидрометеорологиялық комитет болып құрылды. Ең алғашқы басшысы болып біздің елімізге белгілі революцияшыл қайраткер Ораз Қиқымұлы Жандосов алғашқы басшы. Осының өзі біраз нәрсені аңғартып тұр дейсіз ғой. Түсінікті. Ал енді алғашқы сәтінде осы ауа райын болжау ісі қалай жүргізілген еді? Ең Қазалы қаласында басталған параметр, ол 3 параметрден басталды. Ауа райының температурасы, ауаның ең негізгі жауын шашын мөлшері, сонымен қатар желдің бағыты және желдің жылдамдығы. Ал қазір қанша параметр бойынша сонда? Қазіргі кезде байқалатын параметрлар 20-дан астам. Күнделікті жұмыс істеп тұрған 298 метеостанция бар. Оның 100-і автоматтық режимде жұмыс істейді. 198-і бақылаушылар арқылы жұмыс істейді. Бақылаушыларымыз әрбір 3 сағат сайын құрал жабдықтардың көрсеткіштерін алып, біздің орталықтарға жіберіп тұрады. Түсінікті. Серік Бияхметұлы, бізге ғаламторға осы көпшілікке осы көтеріп отырған тақырыбымыз қызықтау, шамасы көп сұрақтар келіп түсіп отыр. Соның біреуін оқиын. Ауа райын қалай анықтайды және қателессе кімге, қайда жауап береді деп Азамат есімді көрерменіміз сұрапты. Жаңа де айтып кеткендей, ауа райының көрсеткіштерінің 100-і автоматтық режимде, 198-інде адамның көмегімен істелінеді. 3 сағат сайын ақпарат жиналып, орталықтарға жіберіп тұрады. Бұл жіберіп тұрған мәліметтердің біз дүниежүзілік метеорологиялық орталыққа мүше болғандықтан, осы барлық метеостанциялардың ішінен 65-і халықаралық ақпарат алмасу бекеттері болып табылады. Осы мәліметтер бүкіл әлемдік орталықтарға жіберіледі. Осы деректердің нәтижесінде о жақта ғаламдық болжам жасалынады. Өз кезегінде өңірлік орталықтар арқылы олардан жасалынған болжам біздің ұлттық қызметке келіп, біздің жергілікті өзіміздің аумағымызға реттелініп, жаңа болжам
сәйкестендіріледі біздің аумағымызға. Түсінікті. Енді осы қалай айтсақ болады, метео бекеттер деп айтамыз ба, жаңағы сіздің Метеостанция қазақша метеостанциялар, иә. Осыларды жаңағы Қазақстанның бүкіл аумағын қамтып тұр ма бүгінгі таңда? Негізінде бүкіл аумағын қамтып тұр. 298 метеостанция жұмыс істейді. Оның саны енді дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның ұсыныстары бойынша жеткіліксіз болып есептелінеді. Қанша керек сонда тағы станция? Негізінде қажетті станциялардың мөлшері 500-ге жоқ болу керек. Олардың ұсынысы бойынша. Бірақ енді біздің аумағымыздың үлкендігіне байланысты дейсіз? Үлкендігіне байланысты және тұрғылықты қалалардың сирек орналасуына байланысты біз ойлаймыз 350-400-ге жуық бізге жеткілікті деп. Ол үшін бізде жоспар Серік Бияхметұлы, кешірім өтінемін, тағы бір сұрақ келіп түсіпті бізге. Енді сондай бір күрделі сұрақ деп айтпаймын, күн қашан жылынады деп сұрапты Айнұр есімді көрерменіміз. Енді қазір өзіңіз білесіз, біраз аяздар болып тұр ғой. Біздің қызметтің болжамы бойынша алғашқы 1-2 күнде ауаның температурасының шамалы жоғарылауы мүмкін, ауаның температурасы. Бірақ осы алдағы октябрь айында жасалған болжам бойынша бізде февраль және март айларында нормадан шамадан біраз төмендеу болу деп болжам жасалынған. Градация минус 15 градустан плюс 15 градусқа дейін. Түсінікті. Енді жалпы сіздерде осы ауа райын онлайн режимде алуға жағдай жасалған ба? Бізде жағдай жасалынған. Күнделікті Қазгидромет сайтына кіретін болсаңыздар, ол жерде алдағы 1 күнге, сосын 3 күнге болжам жасалынған. Олар күнделікті жаңартылып тұрады. Барлық қалалар бойынша біздің Қазақстанның, сонымен қатар 6 курорттық зона бойынша күнделікті ауа райы болжамдары жаңартылып отырады. Яғни азаматтар сол ғаламторға кіріп, емін-еркін алады дейсіз. Мағлұмат дерек ала алатын мүмкіндік бар. Түсінікті. Ал жалпы сіздердің мәліметтеріңіз ақылы ма, жоқ әлде тегін көрсетілетін мекемелері бар ма, жаңағы тегін берілетін, сол туралы айтып берсеңіз? Енді бізде мемлекеттік мүлік заңы бойынша мемлекеттік кәсіпорындар коммерциялық ұйым болып есептелінеді. Бірақ та мемлекеттің қаулысы бойынша бізде тегін алатын өкілетті органдардың тізімі белгіленген. Сол өкілетті органдар, мемлекеттік органдар тегін алады, қалған шаруашылық субъектілермен біз ақылы қызмет арқылы қарым-қатынас жасаймыз. Түсінікті. Жалпы енді сұрағым келіп отырғаны, жаңағы айтып өттіңіз, сонау 1800 жылдың аяғынан бастап Қазақстанда метео бақылау жүргізіліп келеді деп. Ал біздің бүгін көп қорқытады, жаңа ғаламдық жылыну болып жатыр деп. Осы метео бақылау басталған уақыттан бері Қазақстандағы орташа жылдық температура өсті немесе жоғарылады деп айта аламыз ба? Оны айтуға болады, өйткені бұл уже қазіргі сәттегі дәлелденген факт, мағлұмат. Біздің Қазақстан бойынша ауаның жылынуы 10 жылда 0,1 градусқа жылынып келе жатқаны байқалынды. Бұл енді қай кездің температурасы жалпы? 70 жылдан бері басталып келе жатқан бұл құбылыс байқалып келе жатқан. Және жылдан жылға өзгеріп келе жатыр.